Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз шағын орталық тәрбиеленушісі Омарғазы Армиев екеуміз үй жағдайында қалай хош иісті қар жасау керектігін үйретеміз, иә? Қане, көрсетейікші, қане. Бізге ол үшін не керек? Бізге ол үшін пена керек, иә? Одан кейін не керек болшы? Нан сода керек, иә? Енді ол үшін біз бірінші қарды шығару үшін не істейміз? Пенаны салайық, қане. Саламыз пенаны. Осы пенаға енді біз не қосамыз? Нан соданы қосамыз, иә? Нан соданы қостық. Араластырайық енді, араластырайық. Араластырамыз. Араластырамыз. Мия, жарайды, түк етпейді. Араластыр. Бізде енді мына қараш, пенамыз неге айланды? Ақ қарға айланды, иә? Әппақ қарға. Қарымыз қолымызға не істемейді? Жабыспайды, иә? Қардың түсі қандай екен, айта қойшы? Ақ. Дұрыс айтасың, ақ. Енді біз осы ақ қардан қандай неме жасаймыз? Ақ қала. Дұрыс айтасың, ақ қала жасаймыз. Кәне, енді екеуміз ақырын домалақтап ақ қала жасайық, иә? Кәне, жасайық. Міне. Аламыз да, мына домалақтаймыз да, ақ қала жасаймыз. Домалақтайық. Сен біреуін домалақта, мен біреуін домалақтайын, не? Бүйтіп. Ой, молодец. Енді ананы қояйық, иә? Мынау неме? Ақ қала жасаймыз. Тағы да домалақтайық, иә? Ақ қала бізде 3 болады ғой. Ақ қала. Кәне, енді ақ қалаға неме істейміз? Көзін жабыстырайық, иә? Сен жабыстыра қой, көзін. Жабыстыра қой, әне. Көзін жасаймыз, бүйтпей. Вот, әне, енді мына жерге. Ода 2 көз болады ғой. Мына жерге тұмсығын қояйық.